Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Qadırlı cemaat, қалған ораза күндерінде Аллах Тағала өзінің ақысымен ұстауымызды нәсіп етсін иншалла. Бүгінгі тақырыбымыз негізгі екі тақырыптан тұрады. Біріншісі рызық. Екіншісі бисмиллах деген сөздің Құран-ы Кәрімнің басталатын аятының мағынасы, пайдасы, маңызы. Осы мәселелерді иншалла сөз қозғауға, сабақ өтуге тырысамыз. Бисмиллахиррахманиррахим. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бұлай бұйырады. Кімде-кім Аллах Тағалаға шынымен тәуекел ететін болса, құстардың рызығын берген Аллах Тағала ол адамға да шынымен рызық береді дейді. Біз кешегі сабағымызда Фатиха сүресінде Аллах Тағаланың Рахман деген бір сипаты бар екенін өттік. Бұл деген сөз не? Жануарлардың, момындардың, кәпірлердің, мұнафықтардың кім болса да, тірі жан болса, Аллах Тағала ол адамдарға бір рызық береді. Рызықтың мақсаты не? Ішіп жейтін бір нәрсе, немесе ішіп жеуге арналған бір ақша бізге жібереді екен. Және де Аллах Тағала бұлай бұйырады, адам баласына өзі істегенінен артық нәрсе жоқ дейді. Біз бір күнде 4 сағат жұмыс істейтін болсақ, бізге 4 сағаттық қана бір еңбектің ақысы беріледі. Сол сияқты дүниеде біз тек қана өзіміздің нәпсіміздің еркімен ғана өмір сүрген болсақ, бұдан кейінгі қияметте біз соның ғана жауабын алады екенбіз. Бұл Аллах Тағаланың рызық деген мәселесі екен. Енді рызықта тәуекел ету деген мәселе бар. Тәуекел ету деген не? Үйде отырып, Аллах Тағала рызықтарға кепілдеп жату ма тәуекел ету? Немесе қолдан келген бүкіл жұмыстарды істеп қойғаннан кейін шығатын, келетін нәтижені Аллах Тағала тастап қою ма тәуекел? Бір адам тәуекел еткісі келетін болса, бірінші, Алланың атымен бастайды. Екінші, қолынан келген бүкіл амалдарды сол жұмыста істейді. Бұл бизнес болсын, бұл жұмыс болсын, бұның бір айырмашылығы. Ал тәуекел ету деген нәрсе соңғы нәрсе болады. Тәуекелден мақсат Аллах Тағаладан істеген жұмысынан жақсы бір нәтиже алу, немесе жаман бір нәтиже алатын болса, сол алатын нәтижеге төтет беретіндей бір сабыр беруге тәуекел деп айтылады. Тәуекел еңбексіз болмайтын нәрсе екен, қадірлі жамағат. Күндердің бірінде Ибрахим бин Атхама деген шейх бар еді. Бұл кісінің Шаррак деген бір оқушысы бар еді. Бұл Шаррак күндердің бірінде Мекке қаласында өмір сүреді екеуі де. Күндердің бірінде шөл далаға жолға шықты. Шөл далада кетіп баратса, кешке жақын бір уақытта бір құстың қанатының сынып, жерде жатқанын көреді. Ойлайды. Аллах Тағала Құран-ы Кәримде айтқан. Және де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисінде ұшып жүрген құстардың да рызығын Аллах Тағала береді деген. Бұның қанаты сынып жатыр. Өзінің жемін табуға күш жоқ. Аллах Тағала осының рызығын қалай береді екен деді. Өз-өзіне. Соны көрейінші деп, сол жерге жақын бір жерде тастың алдына отырады. Отырса, арадан көп уақыт өтпей, аспанда ұшып жүрген бір құсты көреді. Құстың тұмсығында шегіртке бар. Шегірткені алып келіп беріп, не қылады? Жаңағы құсқа береді. Сонда ол кісі ойлайды. Жерде жатқан, хал үстінде жатқан, қанаты сынған құстың рызқын беріп жатқан болса, Аллах Тағала менің дүниенің арқасынан жүгіруімнің бір пайдасы жоқ екен. Сөйтеді, сол күннен бастап жұмыс істемей ақ қоя салады. Өмірін ғибадатқа арнайды. Бұны кім көреді? Өзінің ұстасы болған Ибрахим бин Атхам көреді. Ей, сен неге жүдеп кеттің дейді. Осындай мәселе болды. Соны көрдім. Соның үшін Аллах Тағала жатсаң да жұмыс істесең де рызқыңды береді екен, мен жатуды таңдадым дейді. Ибрахим бин Атхам не дейді? Сен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның мына хадис шарифін естімедің ба? Берген қол, алған қолдан артығырақ деген. Сен неге жатқанның емес, алып келген құс секілді өмір сүрмедің деді. Қараңыздар. Ислам діні сізбенен бізді жалқаулыққа итермелейтін, кедейлікке итермелейтін, немесе жоқшылыққа өмір сүретін, немесе өмір сүріңдер деп айтатын бір дін емес. Бізде рызықты табу деген бар. Неге? Бақара сүресінің 72-ші аятында Аллах Тағала былай бұйырды.
Estağfirullah. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman etkenler. Kulu min tayyibati. Taza narselerden jengdir. Ma razaqnakum. Senderge rizq kılıp berilgen taza narselerden jengdir. Veşkuru lillah. Allah Teala'ga da bul berilgen nimetler için şükür etingler. İn kuntum iyyahu ta'budun. Yegerde şınымен de Allah Teala'ga kulçuluk etsingler dedi. Karаңыздар. Jatуу meselesi bizde yok. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerif var. İki türlü adamdan aytadı. Кейбір adamlar, екі adam köşege çıkadı. Azandan keşke der, nefsin satadı. Keşke kelген uақытта біреуі ұтқан болып есептелінеді, біреуі ұтылған болып есептелінеді. Nefsті satу деген мақсат не? Қазіргі біздің істеп жатқан нәрсеміз. Біз өмірімізде 24 сағат болатын болса, соның 4 немесе 5 сағатын Аллах Тағаланың разылығы үшін бөлген, өзінің нәпсіне ие болып, иманымен, жүрегімен жұмыс істеген мұсылмандардың қатарында боламыз. Сол осы дүниеде біз өте үлкен бір сауда істеп отырмыз. Осы сауда нәпсімізді Аллах Тағаланың жолында сатқанымыз үшін қиямет күнінде осының бүйтіп айтқанда біз пайдасын аламыз. Мұны аят кәримеде күлу мин тайибат. Сендерге берілген жақсы нәрселерден жеңдер дейді. Ризық қылып. Және де аяттың жалғасында бүйтеді. Иннама харрама алейкумул майта. Сендерге өліп қалған малдың, қойдың, қандай да бір жануардың еті харам болды дейді. Өліп қалды. Бауыздай алмай қалдық. Бізде кейбір уақытта Алла сақтасын. Біреудің аты, түйесі, сиыры қайтыс болып қалса, өліп қалса, оны бауыздай алмай қалған болса не қылады? Колбасаға өткізіп жібереді. Цехқа. Енді қараңыздар. Бірінші бұл харам нәрсе. Біз бұны бұлай түсіндіреміз. Арақты ойлап тауған адам, арақты шығарған адам, оны тасыған адам, оны сатуға қойған адам, сатып алған, ішкен адам, бұның барлығы бірдей күнә істеген болып есептелінеді. Харам нәрсе болып істеген болып есептелінеді. Ал бауыздалмай қойған бір малдың етін бір цехқа өткізіп жіберу бұл харам нәрсе. Оны білмей жеген бізге иншалла күнә болмайды. Неге? Біз бір нәрсе жегенде неге қараймыз? Халал ма, харам ма деген бір жазу болу эмблемасы. Халал дегенде біздің басқа істейтін жұмысымыз жоқ. Біздің оны ашып, шынымен таза ма, таза емес пе екенге біздің күшіміз жетпейді. Соның үшін осындай амалды істеуге ниеті барлар, немесе істегендер, немесе істегенін көрген адамдар болатын болса, ең жақын уақытта бір-бірімізді ескертеміз, тәубе қыламыз. Себебі Құран-ы Кәримде мәйта, өлі ет харам болып табылды. Уаддам, және де қан. Қаннан мақсат, қолымыз қанап кетсе де, басқа жеріміз қанаса, қанды ішу бізде жоқ. Қан деген нәрсе бізге харам болып тұр. Уалахмал хинзири. Қараңыздар, шошқаның еті де харам дейді. Бұның үшеуі бір жерде келіп жатыр. Біріншісі, өлі, яғни бауыздалмай өліп қалған бүкіл нәрсе харам екен. Екіншісі, қан харам. Үшіншісі, шошқаның еті харам. Бір университетте отырмын, тамақ жеп отырмыз, оразаға жақын уақыт өткен жылы. Бір жігіт келді, Ганадан, ганалы жігіт, есімі есімде емес. Алдыма келді, былай деді. Ұстаз, сізге бір нәрсе айтсам бола ма деді. Айтыңыз. Мен шошқаның етін жедім деді. Бала айтады, мен шошқаның етін жедім. Бірақ дәмі әдемі екен дейді. Маған айтып отыр. Мен анаған енді жауап беруім керек, бірдеңе айтуым керек. Неге жедің деп сұрамадым. Ол айтады, неге жедің, қашан жедің деп сұрамайсыз ба? Жоқ дедім. Аллах Тағала шошқаның етін, немесе қандай да бір харам нәрсені, дәмінің нашар болғаны үшін харам демеді. Аллах Тағала бізге соны харам, яғни жеуге тыйым салынды делінген үшін харам болды. Ал егер Аллах Тағала бізге сиырдың еті харам деп Құран-ы Кәримде алып келген дейді, сіз бенен біз сиырдың етін жемейтін едік. Дәмінің нашар болғаны үшін емес, Аллах Тағала солай қалаған үшін. Мәселе осы. Соны айтқанам, ол жігіт айтты. Ұстаз, мен кішкене әзілдескім келді. Мен ислам дінін қабылдағаныма 3 жыл болды. Одан бұрын үйімізде күнде пісіретін етіміз шошқаның еті дейді. Қараңыз. Мен оған не дедім? Істеген күнәні айтпа дедім. Себебі сенің істеген күнәңе менің айтсаң, қазір маған айтсаң, мен де оған куәгер боламын. Қиямет күнінде бізде отырады 3-4 адам, өзінің істеген, жүрген нәрселерін айтып отырады. Ол әр айтқан сайын естіген адам оған куәгер бола береді. Қиямет күнінде тұрмыз, мен пәленшінің қызымен жүрмедім дедік. Мен куә болам, тәтем куә болады, жездем куә болады. Неге? Бәріміз оны естік. Ол нәрсенің жазасы болмайды. Сразу жаза болады.
Тәубе қылған болса, тәубесі қабыл емес. Бір жерде айтқан үшін. Осындай мәселе болады екен. Бір нәрсе харам болған болса, не үшін харам? Бір нәрсе парыз болған болса, не үшін парыз деу, ол біздің сұрайтын сұрақтарымыз емес. Біздің істейтін нәрсеміз не? Соған амал ету екен. وَمَا أُخِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ Егер де қойдың еті халал ма? Халал. Аттың еті? Халал. Сиыр? Халал. Егер де Аллахтың аты айтылмай, бір қой сойылса, оның үкімі не болады? Егер бір қасап Аллах тағалаға қарсы шығу үшін Аллах тағаланың атын айтпай, бисмилля Аллаху акбар демей, ана қойды соятын болса, ол қой харам болды. Неге? Лиғайрилла. Аллах тағаланың аты айтылмады. Әдейі істеген болса. Пендешілік. Ұмытуымыз мүмкін, есімізден шығып кету мүмкін. Бір жерде құрбандық шалдық, бисмилля айтуымыз есімізден шығып кетті. Әдейі істемегеніміз үшін ол ет харам болмайды. Есімізге түскенде не дейміз? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мәселе осы. Бұны біз неден білеміз? Ораза уақытында. Әдейі оразасын бұзған адам бір күн қазасын ұстайды, 60 күн кафаратын ұстайды. Ал есінен шығып кеткен адамша, оразасы да бұзылмайды. Қаза да ұстамайды, кафарат та ұстамайды. Есіне түскенде оразасын жалғастырып кетеді. Екеуінің үкімі бір-біріне ұқсас болып келеді екен. Бұл қадірлі жамағат рызық мәселесі. Аллах тағала бізге рызықты береді, бірақ рызықты береді екен деген мақсат не екен? Жаңа құс сияқты отыру, құсты көріп үйде жату емес екен. Шығып тірлік істеу. Тірлік істегенде қандай екен? Харамдардан ұзақ, халалдермен тірлік істесек, рызқымыз болады екен. Неге? Ертең біздің бала-шағамызда беріп жатқан нанымыздың, беріп жатқан тұзымыздың халал болса, бізге рахмет етеді қияметте, харам болса жағамызға жапсады. Сенің кесіріңнен біз түстік деп айтылады екен. Жаңағы Ибрахим бин Адхамның Хузайфа деген жанында көп жүрген бір шәкірті бар еді. Бұл шәкіртін сізбенен біз сияқты жамағат шақырып алып, ей Хузайфа, ұстазыңмен өткен бір таң қалатын, немесе есінде қалған бір оқиғаны бізге айтып берші деді. Рызық мәселесінде. Айтты. Біз деді, Меккеден жолға шықтық деді. 3-4 күн жүрдік деді. Шөл дедік, қарнымыз ашты, Куфа деген Ирақтағы бір қалаға кірдік деді. Сол жерде төгіліп қалған бір мешіттің арасына бардық деді. Мешітте не болды? Ешкім жоқ, тамақ жоқ, басқа жоқ. Менің түрімді көрген ұстазым Ибрахим деді, бүйтіп қаратты. Ей Хузайфа, сенің қарның ашқан сияқты деді. Мен де не дедім? Ұстаз дәл солай деп айттым. Маған бір қағазбен қалам алып кел деп ұстаз айтты деді. Қағаз келді, қалам келді, былай жаз деді. Мен сені ең көп мадақтайтын, саған ең көп шүкір ететін, сені ең көп зікір ететін, саған ширк қоспаған бір пендемін деп хат жазды. Сөйтті хатты жауды дейді. Хузайфа айтады, маған ол хатты берді былай деді. Адамдардан ешқашан маған жақсылық жасамады, немесе маған бір жәрдем береді екен деп үміт етпе. Сенің үміт ететін тек қана Аллах тағала деді. Сыртқа шық мешіттен, көрген бірінші адамға мына хатты бер деді. Не болатынын көресің. Сыртқа шықты, қараса, қатырында мінейін деп атқан біреуді көрді. Алдына жүгіріп барды, үндемеді. Бүйтіп хатты бердім дейді. Жаңағы хатты ашты, жаңағы 4 сөзді көрді, жыла жіберді дейді. Бүйтіп қаратты, кесе деп айтады, мынандай кошелек бұрынғы матадан. Соны алды, берді дейді. Ішін ашып қарасам, 600 динар бар дейді. Динар деген алтын ақша. 600 штук алтын ақша бар екен. Сөйтті де, бұл хатты саған кім берді деп айтты. Ибрахим бин Адхам деген кісі. Қайда ол дейді. Адресті сұрады дейді. Мешітті көрсеттім дейді. Сөйтті ол жылап кетті дейді. Мен ақшамен қалдым дейді. Ішке кірдім мешітке, болған жағдайды ұстазға айтқаным, тоқта деді. Ол ақшаға тиме. Ол адам қайтып келеді дейді. Қараңыз. Адам қайтып келеді, ол кім десе, бұл кісі христиан екен. Жүрегінде тыныштығын тауалмай жүрген бір адам екен. Сонда өзінің ғибадаты бойынша дұға қылған екен. Егер сен бар болатын болсаң шынымен, маған бір адам көрсет деп дұға қылған екен. Сонда осы адам шығып, ол кісі ислам дінін қабылдаған екен. Қараңыз, бір хат. Хатта не жазылып тұр? 4 нәрсе. Мадақ айту, шүкір айту, зікір қылу, Аллах тағалаға ширк қоспау. Бұл нәрсе бізге маңызды екен. Ибрахим алейхиссалам деген пайғамбарымыз бар, білесіздер, Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи саламның атасы да болып келеді. Кабада мақам Ибрахим деген Ибрахим алейхиссалам жері бар. Бұл кісі күндердің бірінде есіге тақылдайды. Есікті ашса, бір мәжуси, отқа табынатын.
Бұған айтады. Мені мүсәпір қылсаң, қонақ қылсаң, шай берсең, су берсең дейді. Сен ескенем дейді. Сонда айтады. Егер менің дінімді қабылдасаң дейді Ибраһим алейхиссалам, сен үйге қабылдаймын. Болмасам қабылдамаймын дейді. Жаңа мәжусиге бұл ұсыныс ұнамайды. Беретінің бір нан мен бір кесе су. Сұрап атқан нәрсең дініңді ауыстыр дейді. Кетіп қалады. Осы жағдайдан кейін сол мезетте уахи түседі. Ей Ибраһим, сенің мына істегенің дұрыс па? Мен бұл құлға 70 жылдан бері маған қарсы келсе де, маған бүйтіп айтқанда ширк келтірсе де, мен 70 жылдан бері рызқын беріп жатырмын. Сен оған жақсылық жаса. Бұл сен үшін ең жақсысы болады дейді. Ибраһим алейхиссалам үйінен шығып, жаңағы адамды қуалап барып, жалынып үйін алып барады. Жаңағы адам аңтаң. Ішіп жейді, қарын тойғаннан айтады. Ей Ибраһим, жаңа үйіңе бардым, есігіңді тақылдаттым, сен кісі болдың, мені үйге алмадың. Не болды деді. Сонда айтады. Аллах тағаладан маған уахи келді. Сен туралы мен оған рызық беріп жүр, маған сенбеседі деп айтты дегенде жылап тұрып, дініңді маған үйретші дейді. Дініңді маған үйрет деп сол жерде кәлима-и шахадат айтады. Қараңыздар. Біз кейбір уақытта, мен өзім танитын бір 2 немесе 3 отбасы бар, артық әңгіме айту шарт емес. Есімді білгеннен бүгінге дейін жоқ деген бір сөз бар. Үйде 5 адам, 7 адам жұмыс істейді. Үйіне барсаңыз, не дастархан әдемі емес, не өздері ішіп жемейді, жоқ та жоқ, жоқ та жоқ. Аллах тағала кім жоқ деп айтатын сөз көп айтатын болса, оның үйіндегі береке бүйтіп алып қояды. Неғып 27 адам жұмыс істемейді, ол үйге береке кірмейді. Береке қашан кіреді екен? Қараңыздар. Ибраһим алейхиссаламға бір уахи келді. Қандай уахи? Бір қонақ келсе үйге күтуіміз керек екен. Бұл үйдің берекесін алып келеді. Және сол қонақ біздің істеген бұл жақсылығымыз үшін бәлкім бізді жақсы көреді, бәлкім біз арқылы ислам дінін жақсы көріп қалады. Бұны біз біле алмайды екенбіз. Аллах тағала біздің рызқымызға кепіл екен, қадірлі жамағат. 2 мәжуси бауыр болды. Тақырыбымыз рызық болғаннан кейін, рызықтың қайдан келетінін сіз бен біз біле алмағаннан кейін, түрлі өткен бір қиссалардан уағызымызды түсіндіруге тырысып жатырмыз. Мазмұн. 2 мәжуси бауыр бар. Бұлар пұтқа табынатын жерде тұрады. Күндердің бірінде жас жігіттер ойлайды. Біз пұтқа табынамыз. Біз қазір Аллах тағала ғибадат етіп жатырмыз. Дұрыс қой. Біз не ойлаймыз? 5 уақыт намаз оқып жүрсек, Аллах тағала бізді жақсы көреді, соның үшін бізге зиян бермейді дейміз. Дұрыс қой. Олар да солай ойлапты. Біз пұтқа табынамыз, отқа табынамыз, от бізге зиян бермейді. Сөйтеді не қылады? Енді екеуміз қолымыз отқа жағып көрейікші дейді. Құдайымыз бізді тани ма екен, танымай ма екен? Қолдарын былай отқа қойса, екеуінде қол күйіпті. Мынау қандай дейді? Біз неше жылдан бері ғибадат етеміз, бізді танымайды, бізді жақсы көрмейді, бізге зиян берді. Сонда не қылады? Бағдат деген қалада бір кісінің сабақ беріп жатқан болады. Малик бин Динар деген кісі. Малик бин Динар деген кісі уағыз айтып жатқан болады екен. Мешітке кіріп қалса, уағызда мынандай тема кетіп жатыр екен. Отқа табынатын да, оттың өзі де жаратылған нәрсе. Біз жаратылған нәрсеге емес, соны жаратқанға ғана ғибадат етеміз деген бір сөз бар екен. Бұл сөзден бауырлардың кішісі қатты әсерленіп кетіпті. Үлкені кішкене қорқыпты. Кішкентайы Малик бин Динардың жанына барып, мен сенің дініңді үйреніп, сенің дініңе кірсем болады ма деп сұрапты. Болады деді. Ла илаха иллаллах, Мұхаммаdur Расулуллах дейсің, сен ислам дініне кіресің деді. Жаңа ағасы сенші десе, мен кірмеймін деді. Неге? Себебі мен ислам дініне кіретін болсам, мені бастығым жұмыстан шығарады, мен аш қаламын дейді. Жаңағы інісі айтады. Аға, бұл ондай дін емес. Бұл діннің құдайы, қараңыз, әлі кірмеген. Мұсылмансың ба, кәпірсің ба, мәжусисің ба, таңдамайды екен. Рызықты бере деген дейді. Кіре бер дейді. Жоқ дейді. Ағасы ислам дінін қабылдамайды, өзі қабылдайды. Үйіне барады. Үйіне барса, жаңағының ислам дінін қабылдағаны жан-жаққа жайылып кетіпті. Бастығы жұмыстан шығарады, және де өзі құсаған бастықтарға не дейді? Мынаны жұмысқа алмаңдар. Неге? Ол біздің дінімізді аяқ асты қылды, және де мұсылман болды дейді. Шығар жібереді. Арадан бір айла уақыт өтеді, үйде жейтін нәрсе қалмайды, қай жерге болса жұмыс жоқ. Сонда үйіне бір күн келсе, анасы күліп күтіп алыпты. Басқаша күліп тұр дейді. Саған біреу ақша тастап кетті. Ақшаны ашса, жанында хат бар. Хатты ашып оқса, мен сені ислам дініне келгеннен бері арқаңа бір адам қойып қойғанмын, сені бақылатып жүрмін.
Шынымен ислам дінін қабылдады ма? Шынымен ислам дінінде жүрді ме? Шынымен Аллах тағалаға тәуекел етті ма? Рызықтың Аллах тағаладан екеніне шынымен сенді ма деп, сенің арқаңа бір адам қойып қойған дейді. Бұны көрдім, бұған сендім, қарасам, сенің үйіңде жейтін ештеңе қалмады деген хабар келді маған. Бізде осы жердегі мұсылмандар болып, саған ақша жинадық, саған жібердік дейді. Хаттың соңында Малик бин Динар, жаңағы ұстаз. Сонда айтады, Құран-ы Кәрімде иннамал муъминуна ихва. Иман еткендер бауыр. Ертең сен қиналсаң, саған бір ақша керек болатын болса, сені ол жерде шығыстырмайтын болса, сен біздің жанымызға кел деп хат жазып қойған. Қараңыздар. Рызық Аллахтан деп кіші бауыр ислам дініне кірді, қарны аш қалды ма? Аш қалған жоқ. Үлкен бауыр, мен ислам дінін қабылдасам, мені бастығым жұмыстан шығарса аш қалам деді. Үлкен бауыр аш қалмады, бірақ қияметі жанып кетті. Кіші бауыр ислам дінін қабылдады, қиямет күнінде өтті. Қараңыздар. Рызық деген осындай емес. Аллах тағалаға сенеміз, әрекет етеміз. Аллах тағаланың өзі бізге бір есігін ашып қояды. Дінде жату жоқ. Бұны білейік. Енді сізбенен біз бір жұмыс істедік дедік. Жұмыс істеуіміз керек дедік. Бұл жұмысты істегенде немен істеуіміз керек екен? Құран-ы Кәрімде айтып жатыр. Аллах тағаланың атынан басқа нәрсеге бір құрбандық шалынса, қой ешкі харам екен. Дұрыс қой. Сол сияқты біз басқа бір нәрсенің атын айтып, немесе біреу үшін бір жұмыс істесек, бұл Аллах тағаланың рұқсат беретін, немесе нәтижесінің жақсы болатын бір амал емес екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің хадис шарифінде былай деді: "Күллі әмрин зи балин ла юбда бисмиллахир рахманир рахим фахуа абтар." Кімде-кім қандай да бір жұмысты бастар кезде Аллахтың атын айтпай бастайтын болатын болса, оның жұмысы дұрыс нәтижеленбейді дейді. Дұрыс нәтижеден мақсат Аллах тағаланың разы болмайтын бір жұмысы болады. Неге? Бізге, яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға түскен бірінші аят: "Иқра бисми раббикаллази халақ." Оқы Алланың аты менен. Алланың аты бәр жерде болуы керек екен. Қараңыздар. Құран-ы Кәрімді сізбенен біз бастаған уақытта "Аъузу биллахи минаш шайтанир раджим" дейміз. Қараңыздар. Аъузу биллах. Аллах тағалаға жақындау. Минаш шайтан. Шайтаннан ұзақтап, Аллах тағалаға жақындауын бастайды екенбіз. Құран-ы Кәрімде 114 сүре бар. Сол 114 сүренің 113-і Бисмиллахир-рахманир-рахим деп басталады. Жалғыз ғана бір сүре бар. Қай сүре? Тәуба сүресі. Бисмиллахсыз басталады. Енді бисмилlah. Бұны бұлай түсіндіреміз. Құран-ы Кәрім 30 парадан 114 сүреден жобасы 600 беттен тұрады. Құран-ы Кәрімнің мазмұны Фатиха сүресінде. Ал Фатиха сүресінің сыры бисмиллахта болады. Ал бисмиллахның сыры басындағы Б әрпінде болады. Қараңыздар. Құранның сыры не? Осылай болады екен. Сүлейман, мынау бисмиллахның басталуы бұл Құранмен емес. Одан да бұрын бұл нәрсе бар екен. Сүлейман деген пайғамбар бар еді. Құстардың тілдерін білетін, жануарларға да, жындарға да патша еді. Бұл кісі Нәміл деген сүре бар. Нәміл деген бір құмырсқалар тұратын бір вадидан өтіп бара жатқанда сүйерді қонады, және де құстарды жинайды. Бір жиын істейді. Жиынға хут-хут деген бір құс келмей қалады. Бұл құс келмейді, айтады: "Егер шынымен бір желеу болатын болса, жинасқа неге қатыспаған туралы, мен оны кешірем. Бірақ желеу жоқ болатын болса, мен оған жаза беремін." Құс кешігіп келеді, айтады: "Ей Сүлейман, пәлен деген жерде бір Балқыс деген патшайым шықты, ханшайым. Олар шайтанға, және де күнге табады екен. Шайтанның жолында екен. Мен соларды білдім" дейді. "Солар үшін не айтасың?" дейді. Бұны естіген Сүлейман алейхиссалам хат жазады. Хатта былай болады: "Иннаху мин Сүлеймана." Бұл хат Сүлейменнен. "Ва иннаху бисмиллахир-рахманир-рахим." Және де бұл хат Алланың атымен басталды. Бисмиллах деген сөз Құран-ы Кәрим мұсылмандарға кеми түріп те бар еді. Бұдан біз нені білеміз? Пайғамбарлар келе бастағаннан, адамдар жаратылғаннан бастап, адамдардың тірлігінің барлығы Аллах тағаланың атымен болуы керек екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Жабир деген сахабай керамға былай деді: "Ей Жабир, бір нәрсенің бетін жауатын болсаң, бисмиллахир-рахманир-рахим деп жау.
Есігіңді жабатын болсаң, Бисмиллахир-рахманир-рахим деп жау. Не үшін? Себебі бұл бисмилля шайтанға қарсы сенің бір қалқаның болады. Біздің намазымыз болмаса, Құранымыз болмаса, аузымызда бисмилля, яғни Алланың атымен деген сөз болмайтын болса, біз аружасыз шайтанмен соғысқан боламыз. Және де бұл соғыстан біз 100% ұтылатын боламыз. Неге? Қолымызда ешқандай нәрсе жоқ. Күшімізде әлсіз болып қалады деген қадірлі жамағат. Бұл бисмилля, қараңыздар, Аллахтың аса мейірімді, ерекше Алланың атымен бастаймын деген мағынасы бар. Бірақ бастаймыннан кейін бір сөз минус. Бисмилля Б әріпінен бұрын бір етістік болу керек, қадірлі жамағат. Етістік не? Иқра, оқы, немесе ифал, істе, немесе иджлис, отыр сияқты бір етістік керек. Аллах тағала ол етістікті бізге беріп қоя салды. Қай жұмысты істейміз? Аллахтың атымен бастап қой. Мысалы, Алланың атымен бүгін хатым Құранды бастайын деп жатырмыз. Немесе Алланың атымен бүгін құрбан шалайын деп жатырмыз. Немесе Аллахтың атымен бүгін ауызашар берейін деп жатырмыз деген мағынаға бисмилляның бысынан бұрынға бізге қалаған етістіктерін қойыңдар, бірақ ол жұмыста менің атым болсын деді. Бұл бисмиллах деген сөзде үш мағына бар. Бірінші истиана дейді. Истиана деген жәрдем. Біз бисмиллахир-рахманир-рахим деген уақытымызда Аллах тағалаға мұқтаж екенімізді білдіріп қояды екенбіз. Бір адамнан жәрдем сұрасақ бір рет, екі рет, үшіншісінде телефонда алмайды, бізбен араласпай қоя салады. Бірақ Аллах тағаладан жәрдем сұрасақ, бізге тұрақты түрде жәрдем береді. Кейбір уақытта дұға қыламыз, дұғамыз қабыл болмаған сияқты сезіледі бізге. Бәлкім ол дұғаның қабыл болмауы біз үшін жақсырақ болады. Оны сіз білмейсіз, оны біз білмейміз. Оны қиямет күнінде көреміз. Екінші мағынасы хилафа дейді. Хилафа дегенде адам баласын бисмиллах дегенде бисмиллахир-рахманир-рахим Аллах тағаланың атымен адам баласын Аллах тағала жер жүзіне тыныштық алып келу үшін жаратты. Тыныштық. Сіз бенен біздің жұмысымыз. Әділетсіздікті тоқтатамыз. Фухуш дейді. Жаман жұмыстардың бәрінен ұзақтатамыз. Және де адам баласын қолымыздан келгенше Аллах тағалаға ғибадат етуге шақырамыз. Бұл хилафа мәселесі. Және мәйят деген бар. Біз бисмиллахир-рахманир-рахим дегенде не болады екен? Менің бүкіл амалым Аллах тағаланың құзырында Аллах тағаламен бірге дейді екенбіз. Бұл амалдан жаман нәрсе келуі мүмкін емес екен. Неге? Құран-ы Кәрімде Аллах тағала وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ Мен сендерге, сендердің мына тамырларыңнан да жақынырақпын деді. Бізге мына тамырымыздан да жақынырақ. Бұдан біз нені білеміз? Біздің жүрегімізде болып жатқан бүкіл нәрседен Аллах тағала хабардар. Біз қазір басымызда тақиямен, үстімізде әдемі киіммен мешітке келдік. Ниетіміз Аллах тағаланың разылығы үшін болатын болса, оны Аллах тағала біледі. Біреу көрсін деп келген болса, оны да біледі. Неге? Себебі бізде мынау тамырымыздан да жақынырақ. Жұмыс істедік па, осы мәселеге көру керек. Және де Молла Фанар деген ғалым бар. Бұл кісі айтады, бұл бисмилля дейді, бұлай жазылады дейді. Бұлай ұзына ойынан жатып жазылады дейді. Бұл бисмилляның бысында дейді, бір кішіпейілділік бар дейді. Кім-де-кім амалында бисмиллямен бастайтын болса амалын, бұл адам өзінің кішіпейілділігін және де өзінің Аллах тағаланың алдында әлсіздігін білдіреді дейді. Ал кім-де-кім әдейі бисмиллахир-рахманир-рахим демейтін болса жұмысының басында, бұл адам кібірлі адам болып саналады дейді. Неге? Негізгі көрсету болған керек болған кішіпейілдігін көрсете алмады дейді бұл жерде. Және де мына нәрсені айтып өтейік. Бізде мына нәрсе бар адам баласында. Қимылдарымыз бар, амалдарымыз бар. Қимылдарымызға мысал берейік. Ішіп жеу, ұйықтау. Дұрыс қой. Бұл қимылдарды амалдарға айналдыратын бір ғана сөз бар. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Біз қазір отырып ішіп жесек, бұған сауап бар ма? Жоқ. Ішіп жесек, бұған сауап бар ма? Ішіп жеп болдық. Дұға қылмадық, бұған сауап бар ма? Жоқ. Бірақ ішіп жеуден бұрын бисмиллахир-рахманир-рахим десек не болды? Біз Алланың атымен бастағанымыз үшін біздің ішіп жеуіміздің өзі ғибадат болды. Ұйықтаудан бұрын өзімізге дем салып ұйықтаймыз. Ихлас, фалақ, нас, бисмиллахмен бастап. Біздің ұйқымыздың өзі ғибадат болды. Іс-әрекетті ғибадатқа өткізу деген осы болды. Алланың атымен болса бір амал, біздің жұмысымызда береке болады. Аллах тағала бізге бөліп қойған рызықында береке болады. Және де біздің бүкіл амалымыз
Allah Tağalaga unaytın amaldardın katarından boladı kadirli cemaat. Allah Tağala osu aytılgan narsalarga amal etimizni nasip etsin. Allah Tağala barşamızga және barşamızdın otbaslarına hidayet bere görsün. Wa ahiru da'wana enilhamdülillahi rabbil alamin. Amin. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين الحمد لله